Ақпанда кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 31 жыл толады. Бұл айтулы тарихи күнге орай орталықтандырылған кітапхана қызметкерлері Қазақмыс корпорациясы технологиялық колледждің студенттері мен Абай атындағы номер 4 мектеп лицейінің оқушыларының басын қосып, интернационалист жауынгерлердің бірқатарын, яғни Төремұрат Байжанов және Ертай Жангелдиевті қонаққа шақырды. Мақсат жастарға ауған соғыс жайлы толық мәлімет беру, ардагер ағалармен ашық әңгімелесу, өз отанына шексіз берілген патриоттық рух жоғары, қайсар жауынгер ағалардың ерлігін үлгі ету. Жат жерде жау оғынан кейбір боздақтар қыршыннан қиылып, қорғасын оқтың құрбандығы болса, елге аман-есен оралғандардың да 12 мүшесі сау емес. Майданнан аман оралғандар бейбіт өмірге белсене араласуда. Отан алдындағы интернационалдық борышын өтеген ағаларымыз кездесу барысында сол кездегі соғыс отының қалай өрбігендігі туралы әңгімелеп берді. Пржевальск қаласы Киргизиядан Атарға учебкада болдым. Учебкада жаңа шай спорт рота дейтін ол, сол спорт ротада болып, сентябрь айында Афганистанға жіберілдім. Ол жаңағы аяғасының 20 өзім наводчик оператор БМП дейді. Часто БМП дейді. Боевая машина пехоты дейді. Сол наводчик оператор нысаншысы болдым. Сол кешке жинатты, 20 наводчик, 20 механик деп тұрғызды. 2 сағат уақыт береміз деп, 6-та кетті. Сол через Таджикистан вертолетпен алған жерден түстім. Еске халат деген сол ең бірінші барған көрді. Мынау Афганистан деп бәріміз қарап отыр жақ. Бірақ өзіміз Таджикстанда болғаннан кейін ол таулы жерді білеміз де. Ауған соғысы ардагерлерінің айтуынша, патриоттық рухты көтеретін мұндай шаралар өте қажет, әсіресе қазіргі жастарға. Қалалық кітапханашылардың бастамасы арқасында мұндай кездесулер мен әңгімелер жүйелі түрде өткізіліп тұратыны қуантады. Әркімнің міндеті соғысты еске түсіру ғана емес, оның қайталанбауы үшін қолдан келгеннің бәрін жасау. Жалпы ауған соғысының Қазақстанға әкелген адам шығыны мен зардабы аз емес. Сол соғыс даласында Қазақстан 924 боздағынан айырылды.